Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егінен жаяу келе жатса, түсіп қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты. «Ана тағаны, балам, ала жүр», деп бала әкесіне «Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын?» деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан сол 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тымақ қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Шамалы жүрген соң және бір шие, сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап, баласына шиені орамалмен беріп тұрып айтты. «Көрдің бе, мана тағаны жаман сынып, жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есінде болсын, аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың. Азға қанағат ете білмесең, көптеген де құр қаларсың», деп айтты.